әдіс тәсілдерді пайдаланып жүрген педагогтердің іс тәжірибесін тарату. Авторлық, қазір біздерде бағдарламаны сіздердің алдарыңызға ілдім. Бірінші бастайтын Батыс Қазақстан облысының Орал қаласы білім беру бөлімінің номер 42-ші Ақниет гимназиясының математика пәні мұғалімі Қанатбаева Дамира Абзаловна. Тақырыбы авторлық бағдарламасының алгебра пәнінен 7-ші сыныпқа арналған жұмыс парағы. Дамира Абзаловна қазір 1-2 минуттан кейін бастайсыз. Мен баста дегенде, жалпы максимум 10 минут, ал минимум 8 минут, осы 8 минутқа сыюға тырысайық, 10 минут әрі кеткенде 10 минут сөйлейміз. Екінші бағдарлама бойынша екінші сөз алатын Алматы облысы Іле ауданының номер 45-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Берікбай Шейхмұратович. Мен бармын. Жақсы, онда бірінші сөз кезегін алгебра пәні 7-ші сыныпқа арналған жұмыс парағының өзінің жұмысыменен тәжірибе алмасатын Батыс Қазақстан облысының Орал қаласының номер 40-ші Ақниет мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Қанатбаева Дамира Абзаловна сөз беріледі. Мен қазір Дамира Абзаловна немді алайын, сіз өзіңіз презентацияңызды іле беріңіз, Жақсы, Дамира Абзаловнаның микрофоны істемей қалып жатыр екен. Онда Берікбай Шейхмұратович, сіз бастай бересіз, содан кейін Дамира Абзаловнаға береміз сөз кезегін. Ол кісі дейтін микрофон істемей қалып жатыр екен. Мен дайынмын. Жақсы, онда презентацияңызды іліп бастай беріңіз. Келесі, Әлия Машитовна әзір отырыңыз. Әзірге Дамира Абзаловна микрофоны қосылған жоқ. Жақсы. Шейхмұратович, бастай беріңіз. Қазір бізде Алматы облысы Іле ауданы номер 45-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Берікбай Шейхмұратович параметрлі бар теңдеулер өзінің іс тәжірибесімен бөліседі біздерге. Бастай беріңіз. Менің жұмысым ашылып тұр ма? Жоқ, әлі ашылған жоқ. Поделицаға кіресіз ғой. Онда қоя тұрыңыз, неден сізден. Осы мен өзімді таныстырып жіберейін. Басқа облыстың пән мұғалімдеріне модератор ретінде Батыс Қазақстан облысы білім басқармасының әдістемелік орталығының математика пәні әдіскері Альбидақова Гүлсара Баксейковна. Сіздермен мен бүгін модератор ретінде қызмет жұмысымды атқарамын. Қазір өздеріңіздің спикерлер сұрақтарыңыз болса әзірлеп отырасыздар.
Шейх Мұратович, презентацияңызды іле қойыңыз. Мен ашып жатырмын, көріп жатыр ма? Әлі көрінбеді. Сізден рұқсат болды ғой, Менікі Шейх Мұратович, сіздер негізі организаторлық берді, мен іліну керек. мен өзім жұмысымды қоса алмай жатырмын, әріптестер. Сіз мені WhatsApp-ыма лақтыра қойыңыз, мен онда қосайын. Дамир Абзаловна, сіздің микрофоныңыз істеді ме? Мен жұмысымды ашып қойыппын, және көрінбей жатыр ау деймін, Көрінбеді әлі. Әріптестер, сізге көрінді ме? Көрінген жоқ, көрінбеді. Көрінбеді, аға. Енді басталып жатыр, міне, аға. Енді ашылды ма? Бірінші залға кірейік пе? Жоқ, неге? Залға Сіз шақырып. бөліп атсыз, Мен басқа жаққа кіріп кеттім ау деймін, әріптестер, Жоқ, кешіріңіз. сіз дұрыс ашпадыңыз. Поделить. Мына жасыл стрелкада поделицаны басасыз. Сіздің презентацияңыз көрініп тұрса, соны іле қоясыз болды. Мына кірмеңіздер, неге бөліп қойған ғой. Подробныйға кірем ба, қайсыған? Ау. Бағыт беріп жіберіңіз. Так, мына жасыл поделиться деген жасылды басыңыз. Запуститті ма? Стрелкамен тұр ғой, Неге? жасыл. Төмен жағында. Поделиться деген. Жасылды бастым, дұрыс. Так, сонда презентацияңыз көрініп тұр ма? Төменнен. Соған баса қойыңыз қайта. Бір-екі рет бассаңыз. Презентацияңызды ашып, свернуть етіп қойсаңызшы. Бірінші, сол мен аша алмай жатырған ғой. Мен ашылмай жатыр, келесін жібере бересіз ба, мүмкін болса? Жақсы. Келесін жібере берейін. Так, келесі, Алия Мажитовна, сіз әзірсіз бе? әзірмін. Аха. Бастай берейін бе? Бастай беріңіз, аха. Іле қойыңыз неңізді. Көрінді ме екен? Жүктелді, аха. Жүктелді ғой, да? Жүктелді. Келесі сөз алатын бізде Маңғыстау облысы білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша номер 16 жалпы орта білім беретін мектебінің математика пәні мұғалімі Еделова Алия Мажитовна. Тақырыбы математикалық сауаттылық 21 ғасыр дағдыларының негізі 11 сынып оқушыларына арналған элективтік курс бағдарламасымен тәжірибе алмасады бізбен. Аха, бастай беріңіз. Қайырлы күн, әріптестер. Сіздердің назарларыңызға математикалық сауаттылық 21 ғасыр дағдыларының негізі атты 11 сынып оқушыларына арналған авторлық элективті курс бағдарламасын ұсынуға рұқсат етіңіздер. Бұл бағдарламаны жасауға түрткі болған қазіргі білім беру жүйесіндегі негізгі мақсаттардың бірі оқушыны тек біліммен қаруландыру ғана емес, сонымен қатар алған білімін өмірде қолдана алуға үйрету және кез келген жағдаятта дұрыс шешім қабылдай білетін функционалды сауатты тұлға ретінде қалыптастыру. Қазіргі білім беру жүйесінің талаптарымен және мектеп бітіруші түлектердің болашақ өмірге дайындығы қажеттілігімен тығыз байланысты. Бұл курс қазіргі білім беру мазмұнының жаңаруына сай функционалдылық, сауаттылықты дамытуға бағытталған.
Бағдарламаның мақсаты математикалық сауаттылықты анықтайтын мектептегі математика курсының теориялық және практикалық мазмұнын тереңдету, оқушылардың математикалық сауаттылығы мен логикалық ойды дамыту, теориялық білім мен есеп шығаруды қолдана білу дағдыларын қалыптастыру және жаңа жағдайда дәлелдеу, шешімдер беру, тапсырманың шешімін талдау, оны шешуде ең ұтымды әдістерді таңдай білу. Міндеттері: қолданбалы сипаттағы ережелерді, теоремаларды оқушылардың білімін толықтыру, есептің шешімін іздеу кезінде әртүрлі гипотезаларды айтып, алға қарай есеп шешімін табуға жағдай жасау. Ең қарапайым математикалық модельдерді құрастыру және зерттеу. Курстың практикалық бағыты кезінде есептің сандық мәнін табу үшін аналитикалық әдісті қолдану. Бағдарламаның өзектілігі. Неге бұл курс қажет десек, Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде функционалдылық сауаттылықты дамытуға ерекше назар аударылып отыр. Сондықтан бұл курс оқушыны өмірге бейімдеу үшін маңызды. Оқушылар нақты өмірлік жағдаяттарды шешу үшін математикалық білімдерін қолдануға дағдыланады. Бұл олардың болашақ кәсіби дамуына да негіз қалайды. Бағдарлама оқушылардың логикалық және сыни ойлауын, ақпаратты талдау және салыстыру қабілетін, математикалық модель құру және оны қолдану дағдыларын, өмірлік мәселелерді математикалық әдіспен шешу қабілетін дамытуға ықпал етеді. Осы арқылы оқушылардың оқу мотивациясы артып, болашақ өмірге, кәсіби жолға саналы әрі сенімді қадам жасауына негіз қаланады. Бағдарламаның ерекшелігі. Несімен ерекше дейтін болсақ, бұл бағдарламада инновациялық әдістер, оқыту құралдары және оқушыларға ұсынатын тапсырмалардың ерекшелігі. Нақты айтқанда, курс дәстүрлі емес тәсілдерді қолданумен, өмірмен байланысты тапсырмалармен және цифрлық технологияларды пайдаланумен ерекшеленеді. Күтілетін нәтижелер. Статистикалық мәліметтерді өңдеуді біледі, уақыт бірліктерін есептеу мен өлшемдерді түрлендіруді біледі, есептерді шешу барысында теориялық қағидаларын нақты және сауатты тұжырым жасап, өзіндік пікірін білдіре алады. Сандар тізбегіндегі заңдылықтарды анықтап біледі, тапсырма мәтіні бойынша ерекшелеп сызбаларды салады, іздену және зерттеу әдісінің дағдылары дамиды, күрделі есептерді шешу кезіндегі қиындықтарды жеңе біледі, шығармашылық және зерттеушілік жұмыстар жүргізуге дағдыланады, білім мен іскерлігін белгілі бір өмірлік қажетті жағдайларда қолдана алады. Бағдарламаның тұрақтылау, яғни мазмұндық бөліміне тоқталатын болсақ, 4 бөлімнен тұрады. 1 сағат кіріспе сағатына бірінші бөлім математикалық статистика және масштаб 3 сағатқа берілген, екінші бөлімі логикалық есептер 9 сағатқа, үшінші бөлімінде мәтінді есептер 11 сағатқа, төртінші бөлім комбинаторика, ықтималдық және практикалық мазмұны бар геометриялық есептер 8 сағат және плюс 2 сағат, яғни соңғы қорытынды бақылау жұмысымен, қорытындылау сабағымен бағдарлама 34 сағатқа жасақталған. Осы жерден мазмұндық бөлімінде 3-ші бөлімге тоқталып кететін болсам, бағдарлама мәтінді есептер бөлімі 11 сағатқа. Бұл бөлімді, әрбір бөлімді жазғанда да осындай бөлімде оқытылатын тақырыптарды анықтай түсіп, және оның мақсатымен жазылды. Мысалға, процент ең маңызды математикалық ұғымдарының бірі екенін түсінеді, процентті есептеп өмірлік жағдайларда қолдана алады деп, әрбір сағатқа бір сағаттан жіктеп жазылынды. Келесі нормативті бөлімі өздеріңіздің алдыңызда тұрған, экранда тұрған кесте бойынша жасақталды. Яғни бірінші рет саны болса, екінші бөлімшеге бөлінді. Тақырып оқу мақсаты, сағат саны барлығы және лекция, теория, практика бөлігіне және практикалық бөлімдерге жіктелді. Мысалға, бірінші бөлім 3 сағат болса, оның бөлімшелері 1-1, 1-2 болып жіктеліп, және сағаттары әрбір сағат саны бойынша жіктеліп көрсетілді. Және өткізілу түрі мен білім нәтижесі
көрсетіліп жазылды. Мысалға, міне, бірінші бөлімнің бірінші, екінші, үшінші бөлімшелері деп әрқайсысы. Екінші бөлім, мысалы, логикалық есеп барлығы 9 сағат, ол әрқайсысы жеке бөлімшелерге бөлім жазылды. 2-де-1, мысалға, бір айнымалысы бар теңдеу құру, оның өмірлік мәселелерді шешуде үйрену, өткізу түрі аралас сабақ болса, оқушылар теңдеу құрып, оны шешуді меңгереді деген сияқты осындай бірнеше бөлім жазылды. Келесі, бағдарламадағы функционалдық сауаттылық дамытуға бағытталған есептердің жаңашылығы келесі аспектілерден көрінеді. Өмірлік мәселелерге негізделген есептер. Яғни тапсырмалар тек теориялық білім тексеру емес, оны өмірде қолдана алуға бағытталады. Интеграциялық тәсіл. Бұл жерде тек қана бір пәнмен шектелмейді, физика, химия, биология пәндерінде байланыстырып отырып құрылады. Келесі, ақпараттық технологияларды қолдануда оқушылардың цифрлық сауаттылығын арттыру мақсатында есептерді шешуде арнайы бағдарламалар қамтамасыздандырылады. Жаңа форматтағы тапсырмалар болады, есептер интерактивті және шығармашылық бағытта ұсынылады. Математикалық сауаттылыққа негізделген есептердің басты ерекшелігі бұл бағдарламада шынайылық, яғни есептер нақты өмірдегі мәселелерге негізделген. Сондықтан оқушылар алған білімдерін өмірде қолдану практикалық дағдыларын дамытады. Екінші, құндылықтарға бағытталған есептер тек академиялық білімде емес, сонымен қатар экологиялық, әлеуметтік және этикалық мәселелерді шешуге бағытталған. Үшінші, жеке тапсырма ретінде беріледі, жеке тәсіл деп қарастыруға болады. Әр оқушының қабілетіне, қызығушылығына және білім деңгейіне сәйкес тапсырмалар әзірленеді. Төртінші, креативтілікке ынталандыру. Тапсырмалар шығармашылық көзқарас талап етеді. Бағалау жүйесі. Бесінші, есептердің нәтижелерін бағалау үшін оқушылардың шешімдерінің логикалық құрылымын, дәлелдемелерін және олардың шығармашылық қабілетін ескертетін кешенді критерийлер қолданылады. Келесі бағдарламаның бөлімінде ақпараттық әдістемелік бөлім. Бұл жерде математикалық сауаттылық 21 ғасыр дағдыларының негізі курсы 34 сағатқа есептелінген. Сабақтың күнделікті математика сабағынан айырмашылығы оқушылар математикалық сауаттылық есептерінің шығару жолдарын терең меңгеріп шығарады. Бағдарлама мазмұны бойынша пікірталас семинар түрінде сабақ жүргізіледі. Блум таксономиясы кезеңімен оқушы танымының деңгейлеріне біртіндеп қол жеткізеді. Бағдарламаны толық меңгерген білім алушылар төмендегідей нәтижелерге қол жеткізеді. Яғни атап жазылып көрсетті. Негізгі қол жеткізетін курс тақырыбын толық меңгереді, сауаттылық есептерін кеңінен танысады, өзінің пікірін құрметтейді, жұппен, топпен және жұмыс жасай алады бағалау тобында. Мен толық оқып жатқан жоқпын, уақыт шектеулі болғандықтан. Оқытуды ұйымдастыруға әдістемелік нұсқаулар. Бұл жерде әдіс тәсілдер, оқыту формасы, ұсынылатын бақылау түрлері, бағалаудың негізгі қағидалары көрсетілген. Осы зерттеу барысында соңғы жылдардағы 11 сынып оқушыларының ұбт көрсеткіші мониторингісі 22-23 жылдардағы 23-24 және кешегі қаңтар-наурыз қорытындысы бойынша зерттеу нәтижелерін көрсетіп салдым. Бағдарламаның қорытынды бөлімінде математикалық сауаттылық 21 ғасыр дағдыларының негізі атты авторлық бағдарлама заман талабына сай жасалған тиімді білім беру құралы. Бұл бағдарлама математиканы тек мектеп пәні ретінде емес, күнделікті өмірде қолданатын маңызды дағды ретінде қарастырады. Бағдарламаның негізгі жетістіктері: мақсаттылығы, қолданбалылығы, заманауилығы, жүйелілігі. Жалпы қорытындылағанда математикалық сауаттылық 21 ғасыр дағдыларының негізі білім алушылардың интеллектуалдық әлеуетін арттырып, қоғамда өз орнын табуға көмектесетін педагогтар мен оқушылар үшін құнды бағдарлама. Оны кеңінен енгізу білім сапасын арттыруда және жаһандық бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеуге маңызды. Сонымен қатар бағдарламамда қысқа мерзімді сабақ жоспарлары бар. Осы 34 сағатқа арналған қысқа мерзімді жоспарлар осы үлгіде құрастырылды. Осы сабақ барысында қолданатын кейбір тапсырмаға мысал келтіретін болсам, мысалға тапсырма атауы жол жүру уақыты мен орташа жылдамдық бойынша берілген тапсырма. Бұл жерде мынадай әдісті қолдануға болады, инновациялық әдісті: кубизм әдісі мен геогебра құралын.
кубизм әдісі ол оқушылар есепті жан-жақты талдау үшін 6 түрлі қырынан қарастырады, яғни кубиктің 6 жағы сияқты. Анықтау, мысал келтіру, салыстыру, қолдану, басқа сөзбен айту, суреттеу. Ал геогебра құралын қолдану жол, уақыт, жылдамдық арасындағы байланысты график түрінде көрсете алады. Екі жолды салыстырып, визуалды талдау жасайды. Бұл әдістердің тиімділігі оқушылардың функционалдық ойлау қабілетін дамытады, нақты өмірмен байланысты қалыптастырады, графикалық және логикалық модельдерді үйретеді, сыни, визуалды және цифрлық дағдыларды дамытады. Сөзімді қорытындылай келе, біздің ғасыр ақпараттық технологиялық цифрлық дәуір. Бұл 21 ғасыр дағдыларын меңгеру талап етеді. Олар сыни тұрғыдан ойлау, логикалық шешім қабылдау, шығармашылық, коммуникация және цифрлық сауаттылық. Осы дағдылардың негізі математикалық сауаттылық. Өйткені математикалық ойлау дәлдікке, пайымдауға, тиімді жоспарлауға, нақты шешім қабылдауға үйретеді. Ал бұл дағдылар өмірдің барлық саласында қажет. Назарларыңызға рахмет. Міне менің қысқаша бағдарламамнан сіздерге ұсынып отырған ақпаратым. Ал толық бағдарламаны экранда көрсетсеңіз, оны толық түрінде де көрсете аламын. Рахмет, Алия Машитовна. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, яғни өзінің авторлық бағдарламасын қазір сіздердің алдарыңызда авторлық бағдарламасымен, іс тәжірибесімен бөлісіп отыр. Кімде қандай сұрақтар бар? Бұрыннан мазалап жүрген, осыны қалай жазуға болады деген әріптестер болса, сұрауларыңызға болады. Егер де сұрақ жоқ болса, ары қарай жалғастыра берейік. Сұрақ бар ма, әріптестер? Жақсы. Олай болса, авторлық бағдарламаны ұсыныс көрсетуге болады, егер Word түрінде дайын тұр. Жақсы, қазір тағы да мүмкін чатта жазып сұрақтар қойып жатса, оқырмыз. Жалғастыра берейік ары қарай. Келесі, математиканың таңдау есептері авторлық бағдарламасымен бөлісетін Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің номер 47-ші жалпы білім беретін мектебінің математика пәні мұғалімі Абишева Төлеутай Қалиевна. Сізге сөз беріледі. Максимовна, микрофон кішкене естімей тұрмыз. Сіздің дауысыңыз. Микрофон естілмей тұр ма? Экран көрініп тұр ма, сәлеметсіздер ме? Сіз WhatsApp-тан қосыласыз ғой, да? Жоқ, мен енді ноутбуктан кірдім. Мен демонстрация экраны көрініп тұр ма? Сіздікі әлі қосылмады. Көрініп тұр, е? Енді шығып жатыр. Жақсы. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Абишева Төлеутай Қалиевна, Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің номері 47-ші жалпы білім беретін мектептің математика пәні мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламам математиканың таңдаулы есептері. Бұл 10-11 сыныпқа арналып жасалған бағдарлама 2021 жылдан бастап өз мектебімде қолданып келе жатыр. Авторлық бағдарламадағы курстың негізгі мақсаты оқушылардың математикалық сауаттылығын нығайту арқылы құзыреттілік деңгейлерін көтеру, ұлттық бірыңғай тестілеуге математикалық сауаттылық пәні бойынша келетін тапсырмаларды жылдам шешу, оқушылардың білімін тереңдету, кеңейту, алған білімді ары қарай қолдану. Бағдарламаның негізгі міндеттері оқушылардың математикадан алған білімін дамыта оқыту, алған білімдерін өмірде тиімді пайдалану, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту,
Есеп шығару арқылы меңгерген білімдерін тереңдету, есептерді шығарудың әдіс тәсілдерін үйрете отырып, дұрыс шығару қабілеттерін дамыту. Енді осыдан күтілетін нәтижелер өз бетінше білім алу дағдыларына негіз салады. Өмір мен қоғамға аса қажетті мәселелерді математика ғылымына тән жан-жақты талдайды. Математиканың қиындығы әртүрлі есептерді шығара алады. Логикалық тапсырмаларды орындауға, олимпиада есептерін шығаруға дағдыланады. Математиканың таңдаулы есептері бағдарламасының ерекшелігі оқушылардың функционалдық сауаттылығын, оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамытуға, оқушылардың мектепте алған білімдерін өмірде тиімді қолдануына үйретуге болады. Бұнда енді 10-шы сыныпта аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағатқа жасалынған, 11-ші сыныпта аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бағдарламада өздік жұмыстар, тест тапсырмалары, деңгейлік тапсырмалар, олимпиада тапсырмалары мен ғылыми зерттеу жұмыстарының үлгілері көрсетілген. 10-шы сынып бойынша жаңағы математиканың таңдаулы есептерінде теңдеулер мен теңсіздіктер, арифметикалық прогрессия, туынды, ал 11-ші сыныпта интеграл, математикалық сауаттылықтың есептері, олимпиада есептерін шығару, сонымен қатар дарынды талантты оқушыларға арналған ғылыми зерттеу жұмыстарына бөлінген сағаттар бар. Енді осы жаңағы 10-шы сыныпта 34, 11-де 34 сағатқа үлгілі қысқа мерзімді жоспарлар көрсетілген. Жалпы осы біздің математиканың таңдаулы есептері бойынша мынау биылғы оқу жылында ғана көрсеттім, 8 мұғалім жұмыс атқарады. Оқушылардың пән олимпиадаларынан және ғылыми зерттеу жұмыстарынан тағы да қосымша онлайн олимпиадалардан жүлдегерлердің бірнешеуін ғана көрсеттім. Мұнда математиканың таңдаулы есептері бағдарламасы қолданудың тағы бір тиімділігі алгебра және анализ бастамалар сабағында қалыптастырушы бағалау жүргізген кезде қолдануға болады екен. Яғни жеке жұмыс тапсырмалар, тест тапсырмалар, өздік жұмыстар көрсетілген. Осымен қатар жаңағы математиканың таңдаулы есептері бағдарламасының алдыларыңызға жаңағы 3 жыл көлеміндегі оқушылардың жетістік мониторинг, білім сапасының мониторингін көрсетіп қойдым. Бұл бағдарлама Ұлы Дала ұстаз деген халықаралық журнал бар, жаңағы бұйрықта бекітілген. Осы журналда жарияланған жалпы. Әр сабақта оқушылар математикалық тапсырмаларды нақты өмірмен байланыстырып, оларды зерттеу дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін тапсырмалар бар. Беру өте маңызды. Бағдарлама математиканы оқытуды, жинақталған білімді, біліктіліктерді өзгертілген жағдайда қолдануға да маңызды рөл атқарады. Бұл енді қысқаша, өйткені бүкіл бағдарламаны жаңағы айтып шығу мүмкін емес. Қысқаша осындай бағдарлама сіздерге бүгінгі іс тәжірибемен бөлісіп отырғаны. Сұрақтарыңыз болса, назарларыңызға рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз жоқ екен? Жақсы. Олай болса, Сіз не шығарыңыз? келесі әріптесімізге сөз берейік. Алгебра және пәнінен 7-ші сыныпқа арналған жұмыс парағы Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы номер 42-ші Ақниет гимназиясының математика пәні мұғалімі Қанатбаева Дамира Абзаловнаға беріледі сөзді. Нашар естіліп тұр. Алыстан шығып тұр дауысыңыз. Кішкене микрофон жасамай қалып жатыр, сондықтан мына тайлығының үстіне қосып тұрған. Қаттырақ сөйлеу жақсы. Қайырлы әріптестер, бүгін менің сабағым бағдарламам, оқу бағдарламасы емес, 2 сыныптардың алгебра курсына арналған жұмыс парақтары мен таныстырғым келіп тұр. Оқу құралының 7-ші сынып алгебра 7-ші сынып оқушыларына арналған жұмыс парақтарының жинағы түрінде жасалған. Жұмыс парақтары алгебра курсының негізгі тарауларын қамтиды және оқушылардың түсіну мен қолдану деңгейін тексеруге бағытталған. Бұл оқу құралы оқушыларға өз білім деңгейін бағалауға және бірқатар техникалық және интеллектуалдық дағдыларды жеткізіп қолдануға мүмкіндік береді.
жұмыс парақтары мұғалімдерге қалыптастырушы бағалау мен оқушылардың өздерінің жаңағы бөлім бойынша жеке бағалау және тоқсан бойынша жеке бағалауға дайындыққа қолайлы етіп жасалған. Жұмыс Әріптестер, сізге дауыс естіліп жатыр ма? Біздер ести алмадық. естілмей тұр ма? Алыстан шығып тұр даусыңыз. Әріптестер, енді жақсы естілді ме? Аха, енді естілді. Аха, жақсы. Енді жұмыс парақтарының құрылымы мен мазмұнына тоқталатын болсам, мында негізгі тақырыптар натурал және бүтін көрсеткішті дәреже, бірмүше мен көпмүше, қысқаша көбейту формулалары, рационал өрнектер мен басқа да маңызды тақырыптар қамтылған. Тапсырмалар жүйесі әр тақырып бойынша екі нұсқада және 7-8 тапсырмадан ұсынылады. Тапсырмалар негізгі материалмен қатар өткен тақырыптарды қайталауға арналған. Және әр тапсырма деңгейіне қарай ұпай көрсетілген, бұл оқушыға өз деңгейін анықтап, өзін-өзі шынайы бағалауына мүмкіндік береді. Жұмыс парақтарының артықшылықтары ол мобильділік, өйткені бұл жерде бұл оқу құралында QR-кодтар көрсетілген, сол QR-код арқылы тапсырмалардың электрондық нұсқасына өтіп, мұғалім сынып деңгейіне қарай тапсырманың көбейтуге, азайтуға, немесе қиындық деңгейіне қарай жеңілдетуге, немесе қиындатуға өздеріне мүмкіндігі бар. Және қолжетімділігі тапсырмалар көлемі жағынан үлкен емес, оқушылар үшін қызықты және олардың мүмкіндіктеріне сай жасалған. Жұмыс парақтарының тақырыптары 6 сынып математика курсын қайталау, яғни алдыңғы сыныпта өткен материалдарды пысықтауға арналған тапсырмалар, натурал және бүтін көрсеткішті дәреже, бірмүше және көпмүше, қысқаша көбейту формулалары. Қысқаша көбейту формулаларын негізінен 7 сыныптың тақырыптары қысқаша көбейту формулалары болғандықтан соларға көбірек тоқталған жұмыс парақтарында. Және осы қысқаша көбейту формулаларын игеру маңызды рөл атқарады. Олар күрделі есептеулерді жеңілдетіп, уақытты үнемдеуге көмектеседі. Оқушылар бұл формулаларды меңгеру арқылы алгебралық өрнектермен жұмыс істеу дағдыларын дамытады. Рационал өрнектер және де рационал өрнектер қамтылған, оның негізгі қасиеттері қосу және азайту, көбейту және бөлу, дәрежеге шығару тақырыптары қамтылған рационал өрнектердің. Және жұмыс парағының үлгісіне келетін болсам, онда оқушының деректері, яғни жұмыс парағы болғандықтан оқушының алдына беріледі, онда аты жөні, сыныбы, жұмыстың орындалған күні көрсетіледі және жұмыс орындауға берілетін уақыт, тапсырма шартын мұқият оқу нұсқаулары беріледі. Берілетін уақытты, мысалы, оны да мұғалім сыныптың деңгейіне қарай көбейтіп немесе азайтуына болады. Және тапсырмалардың жүйесі әртүрлі деңгейдегі 7-8 тапсырмадан тұрады. Жұмыс парақтары оқушыларға өз білімдерін тексеруге және бекітуге мүмкіндік береді. Әр парақта оқушы деректері, жаднама және тапсырмалар жүйесі қамтылған. Қазір үлгісін көрсетіп жіберемін сіздерге. Тапсырмалар әртүрлі деңгейде болып, оқушылардың білім деңгейіне сәйкес жасалған. Және осы жұмыс парақтары оқу құралында күтілетін нәтижелерді атап өтетін болсам, ол практикалық дағдылар, яғни оқушылардың алгебралық есептеу дағдыларын дамыту, өзін-өзі бағалау, оқушылардың өз білім деңгейін анықтау қабілетін арттыру, білімді бекіту, яғни алгебра курсының негізгі тақырыптарын терең меңгеру, жеке даму, әр оқушы қабілетін танып, дамыту және шыңдау. Жұмыс парақтарының басты өзегі әр оқушының қабілетін танып, біліп, дамытып, шыңдап, жөн сілтеп отыруда алған білімдерін бақылау. Бұл оқу құралы оқушылардың алгебра пәніне деген қызығушылығын арттырып, математикалық сауаттылығын дамытуға үлкен үлес қосады деп ойлаймын. Жұмыс парақтарын үлгісін көрсетіп өтейін, көрініп тұр ма, әріптестер? Бұл жерде мына мазмұнына қарап өтетін болсаңыз, 12 жұмыс парағы жаңа аталған тақырыптар бойынша және олардың жауаптары және орыс тілді мұғалімдер үшін орысша аудармасы да берілген. Мына жерде мақсат міндеттері көрсетілген. Мен жұмыс парағының үлгісін көрсетіп өттім. Қазір кеткен. Мысалы, мына бірінші жұмыс парағы 6 сынып математика материалдарын, яғни 6 сыныпта өткен материалдарды пысықтау. Бұл жерде жұмыс парағы 2 нұсқада көрсетілген. Оқушының тегі аты, сосын сыныбы, жұмыс орындалған күні көрсетіледі, жадынама көрсетіледі және жаңа аталып өткендей уақытты мұғалім өзі қояды, класстың деңгейіне, оқушылардың деңгейіне қарай. Және әр жұмыс парағында 7-8 тапсырма қарастырылған. Тақырыпқа сәйкес біреуіне тоқталған. Көп мүшелерді көбейту, мысалы, нарада
7 тапсырма қамтылған, және әр тапсырманың қасында ұпайы көрсетілген. Бұл оқушыға да, мұғалімге де шынайы бағалауға және баланың өзін өзі дұрыс бағалауына көмектеседі, септігін тигізеді деп ойлаймын. Демира, жұмыс парақтары ашылып Осы ашылып жатқан жоқ па? ашылған жоқ Яғни деп. көрсетіп Пәнге арналған жұмыс қазір парақтары деген жазылып тұр бастапқы беті. қазір. Менде кішкене интернет нашар болып тұр ма? Ашылды ма, әріптестер? Ашылған жоқ. Қазір. Бірінші беті тұр тек қана. Қазір, әріптестер. Көрінді ме? Міне енді ашылды. Міне жұмыс парағы, мен жаңа атап барлығын көрсетіп өтіп жатыр едім. Міне мысалы, мына 3-ші жұмыс парағына тоқталып өтетін болсам, әр жұмыс парағында тақырыбы, жұмыс парағында оқушының аты жөні, сыныбы, жұмыстың орындалған күні, оқушыға жаднама, яғни берілетін уақыт, тапсырманы, сосын жаңағы жаднама беріледі оқушыға. Тапсырманы дұрыстап оқы деген, есіңе түсір, ережені орында, мұқият орында деген, және сәттілік тілеген. Және бұл жерде тапсырмалардың мақсаты көрсетіледі, яғни тақырыптың мақсаты. Сонымен қатар, міне берілген тапсырманың әрқайсының қасында ұпайлары көрсетіліп тұр. Енді бұл жерде мұғалім сыныптың деңгейіне қарай өзі уақытты бөледі, қанша уақыт бөлетінін. Жұмыс парағын қалыптастырушы бағалау ғой, былайша айтқанда. Және мысалы тапсырманың деңгейінде қиындатып немесе жеңілдете алады QR код арқылы өтіп, өзінің сыныбының деңгейіне қарай. Әр жұмыс парағы 2 нұсқадан көрсетілген, көріп отырғаныңыздай, бірінші және екінші нұсқа, және қазақша, орысша 2 вариантта. Сұрақтарыңыз болса қоюыңызға болады, әріптестер. Назарларыңызға рахмет. Көрініп тұр ма, әріптестер? Көрініп тұр, Сұрақтар болса қоя қойыңыз. Жақсы, рахмет. Көп сұрақтарыңыз болса, егер қойып үлгермесеңіздер, жазып беруге болады. Мына жерде былай деп қойған екен, авторлық бағдарламалар электрондық нұсқасын алып танысуға бола ма дейді. Электрондық нұсқасын бермейді. PDF-қа, спикерлер айтарын PDF-қа аударып, қозғалмайтындай қылып, яғни защищенный дейді, солай етіп беруге болады. Таратамыз, әріптестер, сұрап жатқан әріптестерге береміз. Біздер сол үшін мына жерде сіздерге тәжірибелерімізбен бөлісіп жатырмыз. Жақсы. Так. Берікбай Шехмарович, сіз әзірсіз бе? Мен және көрейін бәрі. Менде демонстрационный деген мына Zoom өзінде жоқ сияқты ма, түсінбей жатырмын. Біздер Zoom-ды қосып отырып, сізге сорганизатор қылып кеттік, модератор, сіз өзіңіз қоса аласыз. Барлық әріптестер солай етіп өздері қосып алып жатыр. Поделиться етіп жатыр. Сізге де солай істеуге болады. Ана презентацияңызды ашып қоясыз ғой. Поделицияны басқанда презентацияңыз көріледі, соны үстінен 2 рет шерте қоясыз, сонда өзі интернетіңіз жақсы болса, өзі көрсетіледі. Онда мен кешіріңіз, интернетмен деймін. Мен басқа жерге көшейін. Жақсы, онда ауызша таныстыра Басқа келе беріңіз. салған жүре беріңіз. Жоқ, ауызша таныстыра беріңіз. Сосын жұмысыңызда немен берерміз. PDF айналдырып, ортаға салып таратармыз. Айта беріңіз. 1, 2, 3, 4, 5 дедіңіз. Так, жақсы, онда тағы да ары қарай жүре берейік. Шехмуратович, артынан тағы да нетеріміз. Әзірсіз бе сіз, Шехмуратович? Әлде келесіні жібере беріңіз, мен дайын кезде айтайын.
Жақсы. Менің зумымда демонстрация деген жоқ екен. Басқа екінші біреуін жаздыру керек сияқты. Келесі Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Өскемен қаласының нөмір 47-ші жалпы орта білім беретін мектебінің физика пәні мұғалімі Кадирова Зина Кадирқызы. Сөз кезегі сізге беріледі. Өзіңіз ұсыныңызбен таныстыра отырыңыз. Сіздер сәлеметсіздер, мен экран көрмей жатыр дей ма? Қосылып жатыр. Кешіріңіздер. Қайда кетіп қалды? Қазір поделиться. Қазір тұра тұрыңыздар. Так, загрузки қайда кетіп қалды? Загрузкидің ішінде тұрмайды. Мен слайдын таба алмай шықпай жатыр да, сендердің ноутбуктарына жатырқап тұр ма? Загрузкидің ішіне тап жүрші. Сама жүріп жатыр. Қазір күтпейді оса тұрыңыздар. Жұмыссыз жауапсыздығыңыз. Мен не білем, слайдын шықпайды. Не деп қайшырды? Курсlar. Так, әріптестер, менің слайдым көрінді ме, рабочий столым? Көрмеді әлі? Әлі көрінген жоқ, е? Жоқ. Так, мына курс портфолиосын шығарып алайын, мына жерге. Сендер ме экрандар қалай? Жақсы, сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Мен Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында нөмір 42 алдарыңызда өзіміз бағдарламаны таңдауын жалпы сайтын болам. Келесі портфолионың мазмұнына келіп тоқталсақ, бұл бірінші физика курсының бағдарламасы берілген, сабақтың формасы, әдістемелік қолдау осы курс барысында жинақталған. Яғни курста қандай әдістемелік қолдау керек, әдіс тәсілдер, технологиялар, бағалау, осының барлығы осы курстың портфолиосы, тәжірибелердің материалдары нәтижесі болды. Осы туралы мағлұматтың барлығы, ақпараттың барлығы осы курс портфолиосында жинақталынған. Яғни курстың негізгі мақсаты мен міндетіне тоқталатын болсақ, бұл физикадағы, табиғаттағы физика, биология, информатика, химия пәндері арасындағы байланыстарды оқушылардың санасына біртұтас бейнесін оқушылардың санасында қалыптастыра отырып, жалпы жаратылыстану сауаттылық тапсырмалары мен жұмыс жасау дағдыларын арттыру болып табылады. Бұнымен қоса оқушылардың функционалдық сауаттылығын кеңейту. Бұл курстың өзектілігі неде? Яғни қазіргі кездегі көтеріліп отырған үлкен проблема пәндер арасындағы сабақтастықты жаратылыстану пәндері ғылымын біртұтас пән ретінде оқыта отырып, оқушылардың физика пәнінен алған білімдерін өмір жағдайларында пайдалана білуге оқушыларды үйрету болып табылады. Күтілетін нәтижесіне тоқталатын болсақ, қазіргі жеке білім алудағы траекториясында мақсатты жұмыс жасай білуіне оқушыларды
форматтағы жетелеу болып табылады. Екіншіден, қазіргі кездегі үлкен проблема 10-11 сатыдағы оқып отырған оқушыларды жоғарғы оқу орны болып табылады. Бұнымен қоса функционалдық сауаттылықты дамыта отырып, оқушылардың кәсіби айқындалуында мамандықты дұрыс таңдауларына дұрыс бағыт бағдар беріп болып табылады. Яғни біздің негізгі курс мақсатындағы негізінен күтілетін нәтижеміз осындай. Ерекшелігі қандай? Олардың коммуникативтік құзыреттілігі бойынша, зерттеушілік құзыреттілігі бойынша және тұлғалық осыны дамыту бойынша физика мен техника арасындағы байланыс, яғни өлі табиғат пен тірі табиғат арасындағы байланысты оқушылардың санасына тапсырмалар арқылы зерттетіп білдіре отырып, олардың айналаны тану, бұнымен қоса ақпаратты дұрыс өңдей білу арқылы тану сауаттылық деңгейлерін дамытатын болсақ, негізінен бұл курс 6 бөлімнен тұрады. Әрбір сағатқа бөлінген 6 сағаттан, 10 сағаттан, 4 сағаттан. Бұнымен қоса әрбір бөлімді оқушылардың меңгеру деңгейі, жоба қорғау, тақырыптық есеп, жаздан кейін сонан кейін практикалық сабақтары алған нәтижелері арқылы әрбір бөлім бойынша оқушылардың білім білік дағдылары бекітіліп отырылады. Яғни жыл соңынан бұл 34 сағатқа есептелінгендіктен бірінші жартыжылдықта, екінші жартыжылдықта есептелінді. Жалпы жыл көлеміндегі оқушылардың білімі есепке алынды дегенменен журнал парағына түсірілетін болады. Енді бұл биофизика курсының бағдарламасы қала деңгейінде, облыс деңгейінде бекітілген. Мына жердегі антиплагиатқа тексерілген анықтама қағазы қойылды. Бағдарламаның жалпы материалдың көлеміне келіп тоқталатын болсақ, 34 сағатқа есептелінген. Қарап отырғандағыздай, арамызда физик мамандықта пәннің мұғалімдері болатын болса, әрбір тақырып базалық білімді қайталамайды, тек қана оны тереңдетуге жұмыс жасайтын тақырыптар таңдалған. Келесі бағдарламаның әдістемелік қолдауына келіп тоқталатын болса, бұл бағдарлама негізінен сабақ кезінде жалпы республикалық бізде мұғалімдердің сайты бар. Сол сайтқа орналастырылған. Қазіргі кездегі қаралымдар саны 14 мыңнан асып тұр. Яғни әрбір мұғалімнің республика деңгейінде жұмыс жасап жатқан таралым болғандықтан, сол жасап жатқан мұғалімдердің пікірлерінде, сын ескертпелерінде есепке алып отырамыз. Яғни бір ғана сабақтың үзіндісіне келетін болсақ, мысалы ласталынған, лайланған суды қалайша тазартуға болады деген проблемалық ситуация туғызу арқылы, сабақты ұйымдастыру арқылы, бұл сабақты терең әр сабақтан алған білімдерін пайдалана отырып, ары қаратай әдіс тәсілдеріменен сүйене отырып, тақырыпты кеңейтіп беруге жұмыс жасаймыз. Қолданбалы бағыттағы оқыту болғандықтан, яғни бұл білу, түсіну, қолдану, талдану, бағалау деңгейі тапсырмалар кеңейтіліп берілетін болады. Яғни тапсырмаларының бір ғана түрі, мысалы клеткадағы термодинамиканың бірінші заңының орындалуы деген бір тақырыпты ғана ашып көрсеткім келіп отыр. Көбінесе біз физика пәні болғандықтан техникамен байланысты есептермен жұмыс жасаймыз. Яғни адам организмінде, жалпы жанды дүниелерде термодинамиканың бірінші заңы қалайша орындалады. Мысалы, ас қорыту жүйесінде ол қандай заңдылықтар арқылы жүзеге асатындығын осы биофизика курсы арқылы біз меңгертіп отырмыз. Яғни көріп отырғандағыңыздай тапсырмалар еш уақытта базалық білімді қайталамайды. Белсенді әдіс тәсілдер жинақталынған, яғни белсенді әдіс тәсілдер оқушыларды жұмыс жасату үшін үлкен бір жұмыстың формасы бұл жоба қорғау. Оқушыларға ұсынылып келген жобаның бірнеше түрлері, мысалы адам организміндегі диффузия, адам денесіндегі жылулық құбылыстар, қан тамырдағы қанның ағысы мен жылдамдығы, содан кейін адам тербелмелі жүйе, адам және физика, медицина және физика, жүрек тербелісін есепке алу тақырыптарындағы оқушылардың жоба берілген, ұсынылған жоба тақырыптары сіздердің алдарыңызда беріліп тұр. Яғни тақырыптарды оқыту мақсатында ұсынылатын әдіс тәсілдер жоба қорғау, пікірталасу, жекелей жұмыс жасау, содан кейін жұптық топтық жұмыстардың форматы арқылы жүзеге асатығын болады.
Бұл курс портфолиосы болғандықтан басылым беттерінде ғаламторда жарық көрген материалдардың да тізбесін жасап қойдым. Яғни журналға жылма жыл 13-ші жылдан бастап бұл қолға алынған болатын. Бағдарлама республика деңгейіндегі жарық көрген басылымдардың беттері осы курс бағдарламасы деңгейіндегі тақырыптардың тізбесі алдарыңызда тұр. Мынауда сабақ жоспарының үлгілері ұсынылған. Сонан кейін физика сабағындағы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға байланысты мақала жарияланған болатын. Бұнымен қоса бірінші республикалық педагогикалық оқу болған болатын. 2013 жылы Алматы қаласында осы биофизика курсының бағдарламасы соның кейін нәтижелігі таныстырылып, арнайы мадақтамаменен қайтқан болатынбыз. Енді бұл 13-ші жылдан бастап оқу бағдарламасы осы қолданбалы курс 7-ші басқа да аудан көлеміндегі көз алдарыңыздағы тұрған сол мектептердің оқу жоспарының үлгісі, яғни вариативтік сыныптарда енгізіліп жүргізіліп келеді. Енді авторлық бағдарламаның нәтижесіне кеп тоқталып берілген оқушылардың саны, содан кейін осы бағдарламаны меңгерген сыныптардағы жазылған эсселердің презентациялар, содан кейін жалпы қорғалған жобалардың саны сапалық көрсеткіштері сізге ұсынылып беріліп болу керек. Сіздердің алдарыңызда жалпы осы бағдарламаны оқыған, меңгерген, яғни есептелінді деп оқу табелінде жазылған оқушылардың қандай деңгейде қазіргі кезде кәсіптің саласына шұғылданып жатқандығы, яғни кәсіптік айқындалу картасы жасалынады жылма жыл. Мынау сіздердің алдарыңызда физика пәні мұғалімі болып жұмыс жасап жатқан, кәсіптік мамандықты меңгерген, сонымен құрылыс тағы басқа да мамандық иелеріне жұмыс жасап жатқан оқушылардың сандық көрсеткіштері беріліп отыр. Бұл портфолио болғандықтан жалпы мына жылма жыл дайындап отырамыз. Қала деңгейінде, облыс деңгейінде, республика деңгейінде физика бойынша қандай қолданбалы бағыттағы курстардың конкурстары болып жатыр. Бұл физика пәнінің олимпиадасы емес, қолданбалы бағыттағы өтіп жататын жоғарғы оқу орындары тарапынан өтетін конкурстарға оқушыларды қатыстырып отырамыз. Соның нәтижелі көрсеткіштері де бұл жерде жинақталынған. Авторлық бағдарламаның конкурсына қатыстым, яғни ол деңгейінде, қала деңгейінде, соның кейін республика деңгейінде үздік авторлық бағдарлама 23 жылы қатысқан болатын. Республика деңгейінде бұл бағдарлама жақсы танылып, 3-ші орынға бойынша таныстырылым жасап, жалпы курстың сұрақтарыңыз болса жауап беру. Сұрақтарымыз бар ма, әріптестер? Дина Қадырқызы өзінің жұмысымен сіздерді таныстырып өтті. Өте жақсы жұмыс екен, көріп отырсыздар. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Жақсы, жазып қалдыруларыңызға болады. Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді. Келесі Батыс Қазақстан облысы дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы номер 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының математика пәні мұғалімі Мұсагалиева Гүлнәфис Қуанышұлы өзінің математика пәні бойынша 9 сынып оқушыларының қорытынды аттестаттауға дайындық курс бағдарламасын сіздермен таныстырады. Іс тәжірибесімен бөлісуге шақырамыз. Гүлнәфис Қуанышұлы, сөз сізде.
саламатсыздар ма? Экранда көрініп тұр ма екен? Көрініп тұр. Аха. Қазір. Саламатсыздар тағы да әріптестер, мен өзімді таныстырып кетейін. Бірінші, мен Мұсағалиева Гүлнар Жүсіпқанышевна, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы нөмірі 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп лицей интернаты математика пәні мұғалімі, педагог шебер. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы математика пәні бойынша 9-шы сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауға дайындық курсы деп аталады. Енді бұл бағдарлама аптасына 2 сағатқа есептеліп 68 сағатқа құрылды. Бұл жұмыс 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімді негізгі бөлім, екінші бөлім қосымша бөлім деп алдым. Енді бірінші бөлімде қамтылғаны түсінік қат, сосын тақырыптық мазмұндық жоспар, қай тақырыпқа қанша сағат бөлінді дегендей. Сосын нормативтік бөлім, сосын емтихан тапсырмаларының мысалдарының үлгісі. Және де сол тапсырмалардың жай сыныптарға және математиканы тереңдетіп оқытатын сыныптарға арналған варианттар, нұсқалардың берілгендері А пункті, Б пункті болды. Және оларды мұғалім үшін тексеруге арналған дискрипторлар. Және қанша балаға қандай баға қойылатын туралы бүкіл несі берілген. Енді екінші бөлімде, қосымша бөлім дегенде, бұнда әдетте біздер авторлық бағдарлама жазамыз да, бірақ та сол авторлық бағдарламаға сәйкес жұмыс жүргізген кезде сол бағдарламамен жұмыс жасайтын материал таба алмай қаламыз да, ресурс таба алмай қаламыз да, есептерді қай жақтан аламыз деген сияқты. Сол проблеманы шешу мақсатында екінші бөлімде бұл есептер жинағы. Бірінші бөлімде сол тақырыптық мазмұндық бөлім бойынша, әр бөлім бойынша есептер жинағы. Және сол есептер ол шығарылу жолымен беріліп тұр. Қазір менің экраннан сіздерге көрсетіп жіберемін. А тобы, Б тобы, С тобына бөлінген 9 тараудан тұратын есептер, және сол есептердің шығарылу жолдарымен қоса көрсетілген. Осындай 2 кітапшадан 2 бөлімнен тұратын еңбек. Енді бұл бағдарламаның мақсаты оқушылардың математикалық білімін жүйелеу және бекіту. Соның ішінен 9-шы сынып оқушылары туралы айтылып жатыр. Қорытынды аттестаттауға дайындықты қамтамасыз ету және оқушылардың өз бетінше жұмыс жасауын жетілдіру деп қойылды бұл бағдарламаның мақсаты. Енді осы бағдарламаның міндеттері қалай? Жаңа бағдарламаның міндеті мақсаттардан келіп шығады. Негізі математикалық білімді жүйелеу және бекіту. Ол міндетке кіретіні 9-шы сыныпқа дейінгі өткен материалдарды қайталау, негізгі математикалық ұғымдарды, теоремалар мен формулаларды меңгеруді нығайту. Екінші, емтихандық есептерді шешу дағдыларын дамыту. Яғни әртүрлі күрделілік деңгейдегі есептерді шығару тәсілдерін меңгерту, алгоритмдік ойлауды және есептеу машығын қалыптастыру. Яғни көбінесе оқушылар есепті шығару алдарына есеп келгенде неден бастаймын мен отырып қалады ғой. Біздің әріптестер өздеріңіз білесіздер, оқушы неден бастарын білмей отырып қалады. Сол есепті бастап кеткенде уже ары қарай есептің өзі шығарылу жолы тарқатылып шығып кетеді. Соны үйрету. Үшінші, қорытынды аттестаттау құрылымымен таныстыру. Қорытынды аттестаттауда қалай болады, жаңағы қайсынан кейін қай бөлім болады, А бөлімі, Б бөлімі нені қамтиды, қандай деңгейде болады деген емтиханның форматын, бағалау критерияларын түсіндіру, сосын уақытты тиімді пайдалану стратегияларын үйрету. Төртінші, логикалық және шығармашылық ойлауды дамыту. Оқушылардың аналитикалық қабілеттерін жетілдіру, математикалық модельдеу және логикалық есептерді шешу дағдыларын дамыту. Бесінші міндеті өзіндік жұмысты ұйымдастыру қабілетін қалыптастыру. Оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын арттыру, қателермен жұмыс істеуді және өзін-өзі бағалауды үйрету. Алтыншы міндеті математиканы практикада қолдану дағдыларын жетілдіру. Бұл шынайы өмірдегі есептерді шешуге арналған әдістерді қолдану және басқа пәндермен пәнаралық байланысты нығайту. Бұл менің бағдарламамның міндеттері болып табылады. Енді бағдарламаның өзектілігі неде дегенде. Енді 9-шы класс болған соң жерде 9-шы классқа енді қорытынды аттестаттауға дайындықтың қажеттілігі. Енді оқушылар әдістемиятқа емтиханға барғанда оқушылардың дайындық деңгейін арттыру және типтік тапсырмалармен жұмыс жасау арқылы өз білімін тексеру, оқушыларға өз білімін тексеруге мүмкіндік беру. Енді екіншісі білімдегі олқылықтардың алдын алу және толықтыру. Енді
тоғызыншы классқа келген бала қанша дегенмен төменгі класстардан пробел болатын жерлері болады, білімдерінің пробелдары, соларды толықтыру және оны жүйелеу, бекіту, оқушылардың жиі жіберетін қателіктерін талдау және сол қателіктерді қайта көрсетіп, оқушыларға ұштап, ол қателіктерді кері қайталамау мақсатында. Логикалық ойлау мен математикалық сауаттылықты дамыту, сосын емтихан құрылымымен және бағалау критерийлерімен таныстыру, жаңа айтылып кеткен, оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын дамыту, сосын кәсіби бағдар беруге ықпал ету. 9-шы класста отырғанменен енді 10-11-де алдағы ұбт бар, емтихандар бар, сол дайындықтың негізін қалау. Енді бағдарламаның жаңалығы неде деген кезде, құрылымдағы және деңгейлік тапсырмалар жүйесі. Бағдарлама есептерді қарапайым, орташа, жоғары күрделілік деңгейлер бойынша бөліп берілді. Және логикалық ойлау мен шығармашылық есептерге ерекше назар аударылды. Енді екінші, енді қазір ол сабақтар түсірілу үстінде, онлайн сабақтар түсіріліп жатыр, соның ішінде ықтималдықтар тақырыбына сабақ түсіріліп жатыр. Сол сабақтың ссылкасы сол кітапшаға енгізіледі. Сол ссылка арқылы оқушылар онлайн сабақпен де тақырыпты өздері түсініп алады. Оқушыға мұғалімге көмек ретінде оқушылар өздері түсініп алады. Енді үшінші, қазіргі заманға әдістемелерді қолдану, соның ішінде жаңағы тапсырмалардың ішінде Pisa, Teams форматындағы есептерді қамтылған. Сосын соны алып, анда официалға. Құрметті, микрофондарын жауып қойсаңыздар, бізге мешайт болады. Мына жерде келіп жатыр. Математиканың өмірімен байланысты, сосын оқушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімдеу. Оқушылар уақытты тиімді басқару және стресс факторларын азайту. Бұл да енді орысша айтқанда немаловажный стресс факторларын азайту деген. Енді емтихан кезінде уақытты дұрыс бөлуді үйрететін арнайы жаттығулар, сосын бәрі бағдарламада қамтылған. Енді келесі күтілетін, осы бағдарламадағы жұмыс бойынша күтілетін нәтиже, білім мен дағдыларды меңгереді. Жаңа 5-9 сыныптағы математика курсының негізгі тақырыптарын толық меңгереді, формулаларды, теоремаларды және оларды қолдану тәсілдерін еркін пайдаланады. Екінші, қорытынды аттестаттауда жоғары нәтижеге қол жеткізеді деп күтеміз. Емтихан форматымен танысады, тапсырмаларды дұрыс орындау әдістерін меңгереді. Уақытты тиімді пайдаланып, қиындық деңгейі есептерді шеше алады. Үшіншісі, логикалық және шығармашылық ойлау дағдыларын дамытады. Логикалық есептерді шешудің тиімді тәсілдерін игереді. Аналитикалық ойлау қабілеті мен математикалық модельдеуді қолдану дағдысы қалыптасады. Енді функционал және математикалық сауаттылықтары артады. Өзіндік жұмыс істеу және өзін-өзі бағалау дағдылары дамиды. Кәсіби бағдар және болашаққа дайындықтарын қамтамасыз етеді деп күтіледі. Енді мына жерде мен қазір жаңа бағдарламаның Word форматын көрсетіп жіберейін. Көрініп тұр ғой да, мынау біздерде жаңа екінші бөлім деп айттық қой. Екінші бөлімде есептер беріледі. Есептер енді мына біздерде үшінші тарау теңдеулер мен теңдеулер жүйесі. Мына А тобына есептер беріледі және сол теңдеулерін шығару жолы түгелмен болады. А тобына бір 9. Презентацияңыз көрініп тұр, есептеріңіз есептер көрініп тұр қазір. Енді көрінді ма? Жоқ, әлі көрінбейді. Енді көрінді ғой да? Мынау жаңағы жұмыстың екінші бөлімде жаңа түсіндіріп кеттім ғой. 9 тарауы бар, 9 бөлім. 9 бөлімнің жаңа А тобы, Б тобы, С тобы деген жаңа айтқандай бағдарламалар болады біздерде. Бірақ та енді сол бағдарламаларды жүзеге асырып пайдаланған кезде біздер ресурс табу жағынан қиналып қарамыз да. Бағдарламаны осындай сағат деп, енді сол сағаттарға шығаратын есептерді андан-мындан іздеп кішкене қиналып қарамыз. Сондықтан да болған қолайлылығы есептер бірге берілген. Мысалға, теңдеулер мен теңдеулер жүйесін өткен кезде бізде уже дайын есептер бар. Мұғалім үшін бұл көмек, бұны оқушыларға бермейміз. Мұғалім үшін көмек, мұғалімнен берілген береді ғой. Шығарылу жолы мына жерде мұғалімнің көмек ретінде тұр. А тобының есептері бар, сосын Б тобы кетеді. Міне Б тобының есептері. Сосын С тобының есептері. Осындай әрбір тарау, осындай 9 тарауы бар. 9 тарауға осындай есептердің ресурстарды шығарылу жолымен А, Б, С тобы деп түгелдей берілген болатын.
Енді болашақта бұл енді алгебра бойынша қорытынды аттестаттауға дайындық. Болашақта енді осының геометрия бойынша шығарамыз деген ойдамыз. Ол енді алдағы уақыттың еншісінде. Маған сұрақтарыңыз болса, Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, қоя қойыңыздар. Жоқ, рахмет. Өте үлкен жұмыс көріп отырсыздар. Тапсырмаларын қалай алуға болады екен? ау, Электронды болады ма екен алуға? электронды жаңағы Гүлсара Бақсекуна сіздерге жауап берді. Қалай алуға болатыны. Жақсы, рахмет. Мгм. Енді мына жерде тағы да бірінші бөлімде, қазір кішкене 1 минут. Менде кімдір бөлімде. Жарайды, жақсы. Ашылмай қалды. Бірінші бөлімде көрсетейін деген, бірінші бөлімде прямо 9 жастарға келу жүрген, жыл сайын келу жүрген неде варианттар, толық нұсқасымен берілген варианттар. Бірінші бөлімде, ол екінші бөлімде есептер жинағы. Бірінші бөлімде варианттар берілген. Жай класстарға Көрсетіп жіберіңіз. қазір көрсетіп жіберейін. Жүктеп көрсетеміз, қарасында. Осы автор бағдарламаларды алып, өздеріңіздің мысалы 9 сыныпта сіздерде курс бар ғой, соған қолдануларыңызға болады. Арнайы сондайларға құрылған әріптес. Автордың өзіне шығасыздар, PDF түрінде сіздерге үлестіреді. Соны алуға, қолдануға болады. Міне бірінші бөлім деп көрсетейін деген. Бірінші бөлімде жаңа мақсаты, күтілетін нәтиже, сосын міне біздерде нормативтік бөлімі, қай бөлімге қанша сағат берілгені, содан кейін міне жалпы білім беретін мектептер үшін мысал үлгілері, қандай варианттар. Осыған 6 вариант болды. АТО, БТО деген жалпы мектептер үшін 6 вариант готовый. Соның соңында мұғалімдер үшін дескриптор. Қалай тексерілеміз? Сосын мынау жаңа бағалауға ұпайды бағаға айналдыру, сосын мұғалімдерге мынау ключтары, ана бұтовның шығарылу жолының дескриптор. Осылай етіп ол жай сыныптарға арналған 6 нұсқа салынды. Сосын математиканы тереңдетуге арналған, тереңдете оқытатын сыныптарға арналған, математиканы тереңдете оқытатын сыныптарға арналған дәл осындай 6 нұсқа салынды. Есептер кәдімгі мемлекеттік қорытынды аттестаттауда қандай не келеді, дәл сол күйінде 6 нұсқа, және сол 6 нұсқаны тексеру үшін мұғалім үшін тағы да жаңағыдай ключтарыменен дескриптор беру міне. 6 нұсқа жай сыныптарға арналған, 6 нұсқа математиканы тереңдететін сыныптарға арналған. Сонымен 2 бөлімнен тұратын болды. Тағы да сұрақтарыңыз болса, жаңа Гүлсара Бақсекуна айтты, если ниет болатын болса, авторға шығасыздар деп, менің координаталарымды тауып алып хабарласуға болады. Оралдың мұғалімдері болса, мен 11-ші мектепте. Құрметті танышына телефоныңызды мұны чатқа тастауға болады, себебі мұнда сұрақтар бар екен. Бұрынғы 15 тапсырма А бөлімі, Б бөлімі шығару дискрипторымен солай ма дейді. Солай ғой, да? А бөлімі 10 есеп, Б бөлімі 10 есеп, 20 болып кетті ғой қазір, да? А бөлімі, Б бөлімі кәдімгі бақылау сияқты шығарады. Екінші бөлімде неге байланысты есептер беріліп отыр, да? Мәтін неге байланысты? Тапсырмаларға байланысты. Жақсы. Түсінікті. Телефон сал жүрін. Телефон номеріңізді жаза қойыңыз. Сізбен хабарласатын адамдар хабарласады. Сіз арқылы сіздің жұмысыңызды алар. Жақсы. Жұмысыңыз көрініп тұр. Жақсы жұмыс екен. Келесі. Осы дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы 11-ші облыстық мамандырылған мектеп-лицей интернаты математика пәнінің мұғалімі Мұсагалиева Гүлмайрам Қуанышевна математикалық сауаттылық тапсырмалары және оларды шешудің тиімді жолдары элективті курс бағдарламасымен сіздерді таныстыратын болады. Неде оқығансыз?
Жалпы ұпай 50 ұпаймен бағаладады ма дейді Гүлнафис Қуанышқызы, неше ұпаймен бағаладыңыз? 50-50, иә. Онда 50-мен бағаладық. А бөлімі 10, А бөлімі 10 есеп тест, Б бөлімі 40 балл. Б бөлімнің есептерінің балдары әртүрлі. А бөлімі 10 есеп тест 1-1 балдан. Жалпы 50 балл болып тұр ғой. Жалпы 50 балл. Жақсы, рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі күні сіздермен кездесіп, өзімнің іс тәжірибеммен бөліскелі отырғаныма қуаныштымын. Авторлық бағдарлама математикалық сауаттылық тапсырмалары және оларды шешудің тиімді тәсілдері тақырыбындағы элективті курс болып табылады. Енді өзімді таныстырып өтейін. Батыс Қазақстан облысы Орал қаласы дарынды балаларға арналған Сәкен Сейфуллин атындағы номері 11-ші облыстық мамандандырылған мектеп-лицей интернатының математика пәнінің мұғалімі Мұсалиева Гүлмира Мұқанышевна, санатым педагог шебер. Енді бұл авторлық бағдарлама 2018 жылы жазылған. Енді өздеріңіз таныссыздар. Сол кезден бастап мына математика сауаттылық тақырыбы заманауи талаптарға сай өте өзекті тақырыптың бірі болды. Және сол кездерде жаңағы база жоқ математика сауаттылықтың есептері мұғалімдерге жаңа оқушылар дайындауға қатысты жеткіліксіздік болды сол кездерде. Сонда мына жаңа облыстық кейбір жаңа конференцияларда жаңа сол сияқты бір жерлерде жаңа выступление жасап айтқан кезде мұғалімдердің осы сұранысы бойынша осы жұмыс жазылған болатын. Енді бұл жұмыстың жазылу тарихын айтсам, мына жерде сіздің алдыңызда 1-ші бөлім және 2-ші бөлім деген дидактикалық жинақтар 2 кітап тұр. Осы кітаптың ішінде математика сауаттылыққа қатысты барлық есептер, барлық база осыған енгізілген. Содан соң жаңағы осы 2018 жылы республикалық үздік авторлық бағдарлама конкурсына қатынасуға сұраныс туды. Сондықтан мен сол жылы жаңағы республикалық үздік авторлық бағдарламаға конкурсына қатынасып, және өзекті тақырыпты болғандықтан болар, осы жерде мен жаңа 1-ші дәрежелі диплом алып жеңімпаз атандым. Одан ары уақыт өте келе Батыс Қазақстан білім басқармасының жаңа білім дамыту орталығынан, ол кезде дамыту орталығы деп аталды, 2023 жылы осы жұмысты қайтадан өңдеп, оның жаңағы ішіне басқа да тақырыптарды, бергі жылдарда қосылған тақырыптарды, өзекті тақырыптарды қоса отырып, 23 жылы мерзімі аяқталған соң, қайтадан бұл жұмыс өңделіп, қайтадан ұсынылған болатын. Енді және бұл кезде содан бері бұл жаңа аудандар, қалалық мектептер және облыстық мектептерде кеңінен қолданылып келеді. Және көрші облыстарда кейбір мектептер де осы бағдарлама қолданыста жүр. Енді осы бағдарламаға тоқталатын болсақ, өзектілігі математика пәні бойынша оқушылардың математика сауаттылығының қалыптасуы, математикалық құзыреттіліктің даму деңгейлерімен, яғни білу, еске түсіру, қолдану, байланыстарды орнату, ойлау, пайымдау, танымдық салалармен сипатталады десек, осы курс мазмұны оқушының математикалық құзыреттілік қабілеті, яғни соның ішінде нәтижелерді түсіндіру, талдау және түрлендіру, математикалық модельдер құру және қатынастарды анықтау, шынайы өмірде пайда болған мәселелерді шешу үшін математиканы дәлме-дәл қолдану қабілеттілігін шыңдап алған білімдері мен біліктерін практикалық қызметтерінде және күнделікті өмірлеріне дұрыс қолдануға жол ашады деген мақсатта өзекті тақырып деп алған болатынмын. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты білім берудің жаңа үлгісін енгізуде тұлғаны дамыту үдерісі ретінде қазіргі таңда оқушының өзін-өзі дамытуына, алған теориялық білімдерін өмірмен байланыстыра білуіне, оны қолдана білуге бағытталған жұмыстарға басты назар аударылуда. Яғни бұл бағдарлама жаңағы мақсаты элективті курстың мұндағы енгізілген тақырыптар жүйесі оқушыларға белгілі талап тілегіне сай білім алып шығуына мүмкіндік береді деген ойдамын. Одан әрі осы мақсаттан шыға келе міндеттер тұратыны белгілі. Ол міндеттер сіздердің алдарыңызда математиканың әлемдегі рөлін анықтау және түсіну, түрлі формада сандық ақпараттарды оқу, талдау, түсіндіріп беру. Бұл жаңа міндеттер сіздердің алдарыңызда тұрғандықтан, оның ішінде негізгілерін ғана айтайын сіздерге: салыстыру, талдау, жинақтау, жалпылау деген сияқты оқушылардың жаңа қабілеттерін қалыптастыруға өте тиімді болады деп ойлаймын бұл жұмыстың мазмұны. Және сонымен қатар мына қазіргі заманауи талапқа сай өмірмен байланыстыру, шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру болып табылады.
Енді әрине курстың құрылымымен таныстырып кетуге болады осыдан кейін. Бұнда аптасына 2 сағаттан, оқу жылына 68 сағатқа жоспарланған жұмыс. Тақырыпты күнтізбелік жоспары бар. Ол 7 бөлімнен тұрады. Әр бөлімді аяқтаған соң, сол бөлімді оқыту барысындағы оқушының игеру деңгейін анықтау және күтілетін нәтижелерді тексеру мақсатында, немесе кейбір мұғалімдер оны бағалауға да қолданып жатады. Әрбір 7 бөлімнің соңында 10 тапсырмадан тұратын тест жұмыстары беріледі. Жаңа басында айтып кеткендей, бұл жерде мен бұл жұмысымды бір тұтас кешен деп те атар едім. Бұл жерде математика сауаттылық тапсырмалар және оларды шешуде тиімді тәсілдер деген бірінші бөлім әдістемелік дидактикалық жинақтар, бұның ішінде манағы әртүрлі бөлімдері бар. Оны қазір мен алда таныстырамын, қандай есептер бар екендігін. Сол бөлімдерге берілген есептер енгізілген, және бұл есептердің әрбір бөлімінде, мысалы бірінші бөлімде бір тақырып берілетін болса, сол тақырыпқа байланысты бала өзі түсініп алуға тиімді болатын мысал көрсетіліп, немесе тиімді әдісті көрсетіп қойғанмын. Одан кейін бар, оның соңынан әрбір бөлімнің өзіне қосымша тағы да 10-15 тапсырма баланың өз бетімен жұмыстануына тиімді деп ойлаймын. Одан кейін математика сауаттылық тапсырмалар және олар шешудің тәсілдерінің екінші бөлімі жазылды. Бұнда да өздерінің жаңа математика сауаттылыққа қатысты тақырыптар енгізілген, алдағы уақытта қазір таныстырамын. Содан кейін барып жаңағы үздік авторлық бағдарлама конкурсына қатысуға қажет болғандықтан, бұл жерде тиімді сол қажеттіліктен туындады деп ойлаймын өзімде. Осы тақырыпта элективті курс жазылды. Яғни мен бірінші әдістемелік дидактикалық жинақты жазып, мұғалімдердің сұранысына байланысты облыста тараттым. Содан кейін барып жаңағы авторлық бағдарламаға барып қатыстым. Енді бұл жердегі жаңа құрылыммен таныстыратын болсақ, бұл бағдарламаның құрылымында жаңағы күнтізбелік тақырыптық жоспарында мынадай негізгі тақырыптар енгізілген: теңдеулер жүйесін құруға, пропорция, процент, жиындар, берілген сандар қатарының арифметикалық ортасы, модасы, медианасы, өзгеріс ауқымы. Мына жерде сіздер 7 бөлім көріп тұрсыздар. Сол 7 бөлімде осы тақырыптарға қатысты барлық есептер мұғалімдерге де қолдануға тиімді, және оқушылардың өздері де жеке осы алып, жаңағы жинақтарды алып қолдануға өте тиімді жаңағыдай тақырыптар енгізілді. Әрине, мынаға математика сауаттылықтың ішінде сандар теориясына байланысты есептер бар, немесе сағаттық және минуттық тілдеріне байланысты іріктеу арқылы шығарылатын есептер, және кітап беттеріне байланысты нөмірлеу. Осы жерде әрине оқушыларға оқу барысында, немесе жаңа ұбт-ға дайындық барысында тиімді формулалар менен тиімді әдістер енгізілген. Одан әрі ықтималдық теориясы мен комбинаторикаға қатысты есептер берілген. Математикалық әдістер мен формулаларды қолданып шешуге берілген әртүрлі әдістер, геометриялық фигуралардың қасиеттері мен формулаларды қолданып шығаратын есептер, және күнделікті тұрмыста өмірлік қажеттерге, сұраныстарға байланысты, экономика және статистикаға байланысты негізгі осы 7 бөлім енгізілген болатын. Одан соң жаңа өзім айтып кеткендей, 2023 жылы бұл бағдарламаны өңдеуге тура келді. Себебі 5 жыл бойына қолданыста болғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, сол ережеге байланысты жаңадан қайтадан өңдеп шығарылды. Сол кезде қосылған тақырыптар алдарыңызда тұр. Мынаның барлығын сіздерге мен оқып бермей-ақ қояйын, өздеріңіз қарап танысып отырсыздар. Бұл жерде әсіресе мен көбіне ықтималдық пен комбинаторикаға және геометриялық есептер шығаруға басымдылық бергенмін. Енді бағдарламаның жаңалығына тоқталатын болсақ, бұл жерде әрине заманауи оқытуға, яғни оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырып дамытуға негізделген, математика сауаттылық есептерін бөлімдерге бөліп оқыту және оқуға тиімді жағдай жасау. жаңа мен алдын ала айтып кеткен болатынмын бұл туралы. Және логикалық ойлау дағдысын қалыптастыруға арналған тапсырмалар бар. Шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға арналған тапсырмаларда материалдардың берілуі бар. Және сонымен қатар берілген сандар қатарының, жаңа айтып кеттім, арифметикалық ортасы, тағы сол сияқты сол тақырыпқа берілген есептердің енгізілуі, экономикалық, статистикалық есептердің берілуі, және әр бөлімді аяқтаған соң игеру мақсатында жаңа тест арқылы мұғалім оны тексере алатындығын алдағы жұмыстың құрылымында айтып кеткенмін. Бағдарламаның негізгі ерекшелігі бұл жерде оқушылардың математика сауаттылығын қалыптастыру, математикалық құзыреттіліктің даму деңгейлері мен танымдық салалармен сипатталады. Сіздер өздеріңіз танысыздар, бұны білу, қолдану, ойлану және қорытындылау оқушының қандай да болмасын математикалық
мына математика сауаттылық болады, немесе математиканың өзінде де айналысатын жағдайда осы төртеуі оқушының бойында қалыптасатын болса, ол оқушының математикадан өте жүйрік жақсы оқушы болып шығатынына сеніміміз кәміл. Енді қорыта келе сөзімді, авторлық бағдарламаны оқу жоспарының вариативтік бөлімінде 8-ші және 11-ші сыныптарға арналған оқу жоспарының вариативтік бөлімде қолдануға болады, әрине, және сонымен қатар 8-ші 11-ші сыныптарға қолдануға болады. Күнтізбелік тақырыптық жоспары бар. Күнтізбелік жоспардың тақырыптарға арналған мысалдар бірінші кешен мен екінші кешенде жеткілікті түрде дидактикалық материал жинағы ретінде берілген. Авторлық бағдарламаның күнтізбелік тақырыптық жоспары бірнеше бөлімнен тұрады. Әр бөлім соңында жаңағыдай тест бар екендігін айтып кеттім. Әдістемелік дидактикалық жинақтың екінші бөлімінде есептерді тиімді әдістермен шығаруға арналған формула және кестелер енгізілген. Авторлық бағдарлама әр бөлімнің басында білім алушының жаттығуына арналған мысалдар келтіріледі де, одан әрі балалар сол жаңа әдіске қарап отырып, өздері сол есептерді ары қарай шығарып жүйелейді, яғни үйренеді. Әдістемелік дидактикалық жинақтың екінші бөлімі соңында математикалық сауаттылық тесттер жауаптармен берілген, және авторлық бағдарлама кешен ретінде алдағы уақытта тақырыптар қосылып, әдістемелік дидактикалық жинақтар ретінде, яғни мұнда бірінші, екінші бөлім ғана болатын болса, әдістемелік дидактикалық үшінші, төртінші бөлімдер болып, тағы да қосымша мұғалімдерге арналған, оқушыларға арналған осы кешен одан ары қарай жалғасын таппақ деген жоспарым бар. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса қойып болады. Мен дайын болдым, маған рұқсат бересіз ба? Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Гүлмира Қуанышевна, рахмет көп. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады. Менде бір сұрақ. Тапсырмаларды қандай қосымша әдебиеттерден аласыз? Соны айтып бересіз ба? Тапсырмаларды мен негіз басында айтып кеттім ғой, жаңа мына базалар деген жеткіліксіз болды бізде деп, иә. Сол кезде ең бірінші басында осы тапсырмалардың барлығы деген жаңағы нелерде шығып жүрді. Жаңа кейбір нелерде газеттерде шықты, есіңізде ме? Ең бірінші басында сонан алдым, ең бірінші бастап, одан кейін бар мына зерделінің оқулықтары бар ғой. Соның ішіне қажет деген есептерді талдап, солардың ішінен өзімізге тиімді деген есептерді солардан алдым. Тағы да сол сияқты оқулықтың ішінде бізде 5-ші, 6-шы сыныптарда бұрыннан математика сауаттыларға арналған есептер бар, иә. Кәдімгі салмағы кәдімгідей жоғарғы сыныптың оқушылары, соны кейбір оқушылар қиналып жатады. Солардың барлығын оқулықтардан отырып бердім есептерді. Сосын енді ары қарата тағы да базалар көбейді ғой, бірінен соң бірі. Одан кейін ұбт-лар болды. Сол ұбт-ның кезінде барлық математика сауаттылық тапсырмаларын жинақтап, өзім үшін осы жинақтап отырдым да, сосын менің қажет, кітабыма қажет деген есептерді, негізгі есептер дегендерді барын соны теріп жаздым. Сөйтіп жинақтадым. Әлі жылдан жылға жаңа шығып жатыр ғой, жылдан жылға ұбт-лар болып жатыр ғой. Сол ұбт болған сайын әрбір неде жаңа базада түрлі есептер қосылады ғой. Енді бұрынғы болмаған жаңадан есептер қосылып жатыр, солардың барлығын теріп отырам. Рахмет, Гүлнәфис Қуанышевна. Гүлмира Қуанышевна. Маған рұқсат бересіз ба? Жақсы. Енді көрмеңіздер, өздеріңіздің авторлық бағдарламаларыңызды үздік авторлық бағдарламаға ұсыныс жасап қатысуға болады. Гүлмира Қуанышевна үздік авторлық бағдарламадан осы жұмыс бойынша бірінші орын алған біздің үздік педагог шебер мұғаліміміз. Бұл жұмыстар республикада кеңінен таралған. Өткенде де семинар болғанда осы жұмыс, яғни тәжірибесімен бөлісіп келген болатын еді. Бүгінде сіздермен тағы да бөлісіп отыр. Рахмет көп сіздерге, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Келесі біздерде енді Максим. Алматы облысы Іле ауданының номер 45-ші мектеп гимназиясының математика пәні мұғалімі Берікбай Шейхмұратович параметрлері бар теңдеулер өзінің іс тәжірибесімен бөлісетін болады. Элективті курс бағдарламасы бойынша. Қайырлы күн, әріптестер. Мен сөзім естіліп жатыр ма? Естіліп жатыр. Кешірім сұраймын, менің жазырға зуым ескі екен.
о да қабылдамай қойды. Енді қайта мектепке келіп, қайта жазып, сіздермен қайта көрісіп отырмын. Менің өздеріңе ұсынғалы отырған жұмысым элективті курс бағдарламасы, параметрлері бар теңдеулер, 10 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағаттық, барлығы 34 сағат. Өзім Чалмақ Семперов Бәшек Мұратович, нөмір 45-ші мектеп гимназия, Алматы облысы Іле ауданынан. Жұмысымның мазмұны түсінік тұрады. Оқу бағдарламасы тақырыптарының мазмұны, норматив бөлім, ақпараттық әдістемелік бөлім, оқу ұйымдастыру бойынша әдістемелік нұсқаулар, қысқа мерзімді жоспар, пайдаланған әдебиеттер тізімі. Бағдарламаның өзектілігі. Қазіргі білім беру жүйесінде математикалық сауаттылықтың маңызы артып келеді. Параметрлері бар теңдеулерді шешу, оқушылардың талдау, дәлелдеу және математикалық модельдеу қабілеттерін дамытатын маңызды құрал. Бұл бағдарлама оқушылардың математикалық түсініктерін кеңейтіп қана қоймай, олардың логикалық ойлау және шешімдерді дәлелдеу дағдыларын жетілдіруге бағытталған. Бағдарламаның мақсаты 10 сынып оқушыларына алгебра сабағында параметрлері бар теңдеулерді шешудің тиімді жолдарын меңгерту. Оқушыларға параметрлері бар теңдеулердің құрылымын түсінуді, оларды шешудің әртүрлі әдістерін қолдануды және шешімдерді талдауды үйрету. Бағдарламаның міндеттері: параметрлері бар теңдеулердің түрлерін түсіндіру, параметрлермен жұмыс істеу тәсілдерін меңгерту, әртүрлі әдістерді пайдалана отырып теңдеулерді шешуді үйрету, логикалық ойлау мен дәлелдеу дағдыларын дамыту. Параметрлерге байланысты математикалық модельдер құру дағдыларын жетілдіру. Бағдарламаның күтілетін нәтижелері. Оқушылар параметрлері бар теңдеулерді және олардың түрлерін түсінеді. Әртүрлі әдістерді қолдана отырып параметрлері бар теңдеулерді шешуді меңгереді. Параметрлердің өзгерісіне байланысты шешімдер талдай алады. Математикалық дәлелдемелер мен модельдер құра алады. Оқу бағдарламасының мазмұны 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім параметрлері бар теңдеулердің негіздері, параметрлер бар теңдеулер шешімдерін зерттеу, күрделі параметрлік теңдеулер, параметрлермен байланысты қолданбалы есептер, қорытынды және параметрлік есептерді жалпылау. Параметр бар теңдеулердің шешімдерін зерттеу. Параметрлер бар теңдеулердің негіздері бұл бірінші бөлім. Параметрлер туралы түсініктен, параметрлер бар сызықтық теңдеулер, параметрлері бар квадраттық теңдеулер, параметрлердің мәндеріне байланысты шешімдердің саны, параметрлер бар теңдеулердің графикалық шешу тақырыптарынан тұрады. Екінші бөлім параметрлер бар теңдеулердің шешімдерін зерттеу, параметрлер мәндерін анықтау, қарапайым теңдеулер мен параметрлер, параметрлік теңдеулердің графиктері, параметрдің мәні өзгергенде графиктің өзгерісі, параметрлік теңдеулерді аналитикалық жолмен шешу. Үшінші бөлім күрделі параметрлік теңдеулер. Күрделі параметрлік теңдеулердің шешімі, параметрлердің теңдіктердегі рөлі, теңдеулер жүйесі және параметрлер. Параметрлерді түрлендіру, параметрлік теңдеулердің шекаралық шарттары, графиктер мен параметрлердің байланысы. Төртінші бөлім параметрлермен байланысты қолданбалы есептер, экономикалық есептердегі параметрлер, физикалық процестердегі параметрлік модельдер, параметрлермен байланысты геометриялық есептер, параметрлердің қолданбалы есептердегі рөлі, экологиялық есепте параметрлерді пайдалану, инженерлік есептердегі параметрлік тәсілдер. Бесінші бөлім қорытынды және параметрлік есептер жалпылауда, параметрлік есептер жалпылау, параметрлік теңдеулердің практикалық маңызы, параметрлік модельдерді қолдану, шешімдерді тексеру және түзету, параметрлік теңдеулерді тестілеу, логикалық ойлау және параметрлік есептер, жобалық жұмыс, параметрлік қолдану арқылы модель құру. Ақпараттық әдістемелік бөлімінде параметрлері бар теңдеулер бағдарламасы 10 сынып оқушыларына арналған арнайы курс. Бұл бағдарлама параметрлері бар теңдеулерді шешу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
оқушылардың математикалық және логикалық қабілеттерін жетілдіруге көмектеседі. Бағдарлама оқушылардың теңдеулерді шешуде параметрлердің рөлін түсіну, оларды аналитикалық және графикалық әдістермен шешу дағдыларын дамытуға септігін тигізеді. Сонымен қатар, оқушылардың күрделі есептерді шешудегі дағдыларын жетілдіруге, логикалық талдау мен дәлелдеулерді дұрыс қолдануға ерекше көңіл бөлінеді. Бағдарламаның негізгі мақсаттары: параметрлері бар теңдеулердің құрылымын меңгеру, оқушылар параметрлерді пайдаланып теңдеулерді дұрыс құруды, олардың математикалық мәнін түсінуді үйренеді. Бұл бөлім теңдеулердің құрылымын сақтауды және әртүрлі шешу жолдарын игеруді қамтиды. Математикалық ойлау қабілетін дамыту. Оқушылар параметрлерді пайдаланып есептерді шешу кезінде логикалық байланыстарды табу және дәлелдеулерді қолдану дағдыларын дамытады. Теңдеулерді шешуде математикалық әдістерді қолдану және математикалық сауаттылықты арттыруға ерекше мән беріледі. Параметрлерді талдау және қолдану қабілетін арттыру. Бұл оқушылар параметрлердің теңдеулерге әсерін терең зерттеп, сол бойынша шешімдер қабылдауды үйренеді. Параметрлерді талдау, графикалық шешімдер мен аналитикалық әдістерді қолдану арқылы оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттері дамиды. Шығармашылық ойлау және математикалық модельдеу қабілеттерін дамыту. Оқушылар параметрлерді қолдану арқылы математикалық модельдер құрастырып, олардың көмегімен есептерді шешеді. Шығармашылық қабілеттерін дамыту арқылы оқушылардың математикалық түсініктері мен есептеу дағдылары артады. Графикалық және аналитикалық шешу әдістерін меңгеру. Параметрлері бар теңдеулерді графикалық және аналитикалық жолмен шешу дағдыларын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді. Бағдарлама барысында графикалық интерпретация және аналитикалық есептеулерді қолдану арқылы оқушылардың есептеу дағдыларын жетілдіреді. Бағдарламаның әдістемелік ерекшеліктері. Теориялық және практикалық сабақтардың үйлесімі. Бағдарлама теориялық білім беру мен практикалық дағдыларды дамыту сабақтары үйлесімді түрде қолданылады. Теориялық бөлімде оқушылар параметрлердің анықтамасы, олардың рөлі мен әсері туралы білім алса, практикалық сабақтарда оларды теңдеулерді шешуде қолданады. Көрнекі құралдарды пайдалану. Мұғалімдер сабақты түсіндіру барысында көрнекі құралдар, графиктер, диаграммалар, презентациялар пайдалану арқылы оқушыларға параметрлері бар теңдеулерді шешудің түрлі әдістерін көрсетеді. Бұл тәсілдер оқушылардың ақпаратты жеңіл қабылдауына және параметрлі теңдеулерді тез меңгеруіне көмектеседі. Менің өздеріңмен бөліспекші болған авторлық бағдарламам осы. Назарларыңызға рахмет. Рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Сұрақтарыңыз бар ма екен? Жоқ, рахмет. Рахмет, түсінікті. Жақсы, рахмет көп. Келесі Жетісу облысы Талдықорған қаласының Бақытбай Жолбарысұлы атындағы номер 18 орта мектеп лицейінің математика пәні мұғалімі Өмертайба Құлжыбек Тұрысбековна математикалық сауаттылық есептерін шығару әдістері жұмысымен бізге тәжірибе бөліседі, іс тәжірибесімен бөлісетін. Сөз кезегі сізге беріледі. Поделиться дейміз, поделиться. Мен нені презентациямды шығармай жатырмын, что-то. Шығып тұр ғой. Иә. Көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Так, мен өзіме қалай көрінбейді. Бір минут. Кешіріңіздер, мен өзіме көрінбейді. Қастатым.
Свернуть етіп қойыңыз. Көрініп тұр ма әріптестер? Иә, көрініп тұр. Көрініп тұр. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Осы уақытқа дейін өз авторлық бағдарламасымен бөліскен әріптестерімізді барлығын тыңдадық. Рахмет сіздерге өз тәжірибелеріңізбен бөлісіп жатқан. Менің тақырыбым математикалық сауаттылық есептерін шығару әдістері. Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы 18-ші орта мектеп лицейінің математика пәнінің мұғалімі Өмертаева Гүлжібек Тұрысбековна. Енді менің авторлық бағдарламамның бағыты, көрінбей қалды мынауға. Маған қайта-қайта көрінбей қалып жатыр да, немін? Көрінбей қалды. Авторлық бағдарлама ол лицей компанияның арнайы курстар үшін 10-шы сынып оқушыларына арналған. Бағдарлама математика пәнінің базалық ақпараттар негізінде, соның ішінде математикалық сауаттылық, салыстыру және талдау, процент, логикалық есептер тақырыптарының материалдарын басшылыққа алып жасалынған. Курс аптасына 1 рет, жалпы 34 сағатқа жоспарланған. Жұмысыңызды қайтадан жариялап поделить ете қойыңыз. Алып тастадыңыз. Алып тастадың ба? Паспорт. Көрінді ғой, е? Көрінді. Мақсаты оқушылардың математикалық сауаттылығын жетілдіру, олардың күнделікті өмірдегі мәселелерді шешу, дағдыларын дамыту және логикалық әрі шығармашылық ойлау қабілеттерін қалыптастыру. Бағдарлама есептерді шешу барысында жүйелілік, аналитикалық ойлау және тиімді әдістерді қолдануды үйретеді. Міндеттері: оқушыларды математикалық ұғымдар мен есептер шешуге әдістерін нақты әр түсінікті түрде түсіндіру, күнделікті өмірде жиі кездесетін математикалық есептерді пайыз, пропорция, уақыт, қаржы шешуді меңгерту, логикалық ойлау мен шығармашылық қабілеттерді дамытуға арналған стандартты емес есептер ұсыну, қателерді анықтау және түзету арқылы оқушылардың өз шешімдерін талдау дағдыларын жетілдіру. Олимпиадалық және күрделі есептерді шешу арқылы оқушыларды жоғарғы деңгейдегі тапсырмаларға дайындау, оқушыларды математикалық модельдеу және проблемаларды талдауға баулу. Келесі, бағдарламаның жаңашылдығы. Бағдарлама мазмұны өмірмен тығыз байланысты тапсырмалар мен есептерден тұрады. Бұл оқушылардың практикалық дағдыларын арттыруға мүмкіндік береді. Қателерді табу және түзету әдістеріне арналған арнайы бөлім енгізілді. Бұл оқушылардың өзін-өзі тексеру қабілетін дамытуға бағытталған. Логикалық және шығармашылық ойлауды дамытуға арналған стандартты емес және күрделі есептер топтамасы қамтылды. Оқушыларға есептерді шешудің балама тәсілдерін ұсынып, аналитикалық ойлау қабілетін арттыруға мүмкіндік береді. Есептерді шешу барысында өмірлік жағдайлар мен қаржы сауаттылығына негізделген тапсырмалар енгізілген. Педагогикалық мақсаты білім алушылардың математика пәнін игеру бойынша білімдерін толықтыру. Ғылыми маңыздылығы. Бағдарлама аналитикалық және логикалық ойлауды дамыту арқылы оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыруда ғылыми негізге сүйенеді. Есептерді шешу барысында жүйелі тәсілдерді қолдану, қателерді анықтап түзету және өмірлік жағдайларға сәйкес практикалық есептер ұсыну,
ғылыми дәлелденген тиімді әдістер болып табылады. Сонымен қатар бағдарламаның мазмұны халықаралық зерттеулермен және заманауи оқыту әдістермен үйлесімді жасалған. Өзектілігі қазіргі заманда математикалық сауаттылық өмір сүру үшін қажетті дағдылардың бірі. Оқушылардың математикалық сауаттылығы жоғары болса, олар күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді сенімді түрде шешіп, қаржы, уақыт және ресурстарды басқару сияқты маңызды міндеттерді оңай орындай алады. Бағдарлама халықаралық стандарттарға PISA, TIMSS сай құрылып, оқушылардың математикалық сауаттылықты тек мектеп шеңберінде ғана емес, өмірде де қолдана білуін қамтамасыз ету. Курста қолданылатын арнайы тәсілдер. Математикалық сауаттылыққа арнайы курс оқушыларды заманауи талаптарға сай ойлауға, талдауға, шешім қабылдауға үйретеді. Бұл бөлімде курс барысында қолданылатын әдістер мен тәсілдер егжей-тегжейлі сипатталады. Бұл жерде мен 6 әдісті алып отырмын. Ең бірінші проблемалық әдіс. Бұл проблемалық әдісте оқушылар өз бетінше ойлануға, мәселені анықтауға және математикалық құралдар арқылы шешуге бағыттайды. Мұғалім есептің шарттарын ұсынады, оқушылар талқылап, әртүрлі шешімдер қарастырады. Мысалы, сіздің отбасыңыз ай сайынғы шығындарды жоспарлап отыр. Табыс пен шығындардың пайыздық арақатынасын анықтаңыз. Немесе үнемдеу үшін қандай шешім қабылдауға болатынын ұсыныңыз деген тапсырмалар беріледі. Екінші, кейстік әдіс. Бұл әдіс белгілі бір өмірлік жағдайларда немесе мәселелерді терең зерттеуге оларды математикалық модельдер арқылы шешуге бағытталған. Оқушылар деректерді жинақтап, диаграммалар мен графиктер құрастырады, қорытынды жасайды. Мысал, кейс. Кәсіпкер өзінің табысын болжау үшін өткен жылдардағы мәліметтерге сүйене отырып, кешіріңіздер, сатылым деңгейінің өзгерісін модельдеуді жоспарлап отыр. Бұл өзгерісті диаграммалар арқылы көрсетіңіз және болашақтағы деңгейін болжап кеңес беріңіз. Жобалық оқыту әдісі. Бұл жерде оқушылар берілген тақырып бойынша жобаларды топпен немесе жеке орындайды, нәтижелерді қорғау арқылы өз білімдерін дәлелдейді. Мысалы, жоба аймақтық экологиялық жағдайын талдап, ауа сапасының көрсеткіштерін математикалық түрде бағалаңыз және оның жақсарту жолын ұсыныңыз. Интерактивті оқыту әдістері. Сандық технологиялар мен интерактивті құралдарын қолдану арқылы оқыту үрдісін жеңілдету, қызықты ету. Мұғалім десіміз география платформаларын қолдана отырып, күрделі есептердің графиктерін құрастыруды үйретеді. Мысалы, интерактивті тапсырма сызықтық функциялардың графиктерін геогебра арқылы салыңыз және олардың қиылысу нүктесін анықтаңыз. Дифференциалды оқыту әдісі. Оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, олардың деңгейіне сәйкес тапсырмаларды дайындау. Сабақта әртүрлі деңгейдегі топтар құрылады, әр топ өз деңгейінде сай тапсырмаларды орындайды. Мысалы, есептеулер. Негізгі деңгей қарапайым пайыздық есептеулер, екінші орта деңгей күрделі пайызды табу, үшінші жоғарғы деңгей қаржылық модельдерді құрастыру. Соңғы 6-шы логикалық және аналитикалық әдістер. Бұл әдіс логикалық ойлауды, анализ және синтез қабілеттерін дамытуға бағытталған. Мұғалім оқушыларға әртүрлі есептерді ұсынады, логикалық түрде шешуді үйретеді. Мысалы, 3 дос бірден жұмысқа тұруға келіседі, бірақ әрқайсының еңбегі әртүрлі. Ең әділ жалақыны қалай бөлуге болады? Енді осындай математикалық сауаттылықтарын есептерін шығару әдістері элективті курс оқушылардың математикалық білімін өмірмен, тәжірибемен байланыстыра отыруға болады. Енді қорытындылай келе, математикалық сауаттылық есептерін шығару ол өмірлік тәжірибемен байланыстыруға мүмкіндік береді. Арнайы әдістерді қолдану арқылы бұл курс
оқушылардың теориялық білімдерін дамытып қана қоймай, олардың аналитикалық және шығармашылық қабілеттерін жетілдіреді. Жоғарыда сипатталған әдістер математиканы тек формулалар мен есептер ғана емес, күнделікті өмірде шешім қабылдауға қажетті құнды құрал ретінде танытуға көмектеседі. Әріптестер, менің авторлық бағдарламам осымен аяқталды. Енді менде екінші бөлім бар, яғни бұл екінші бөлімде жаңағы математикалық сауаттылық есептерін шығару әдістері оқушының дәптері. Бұл оқушының дәптерінде жаңағы математикалық сауаттық компоненттері, кешенді есептерді талдау, теориялық және практикалық байланыс, деректерді визуализациялау, ықтималдық және статистика тапсырмалары оқушыларға беріледі. Сонымен қатар, және бұл жаңағы есептерде дескрипторлары құрылады. Мысалы, мына бірінші, екінші сабақтың дескрипторын оқып берсем, анықталу облысын дұрыс табады, түбірлерін анықтап, олардың қосындысы мен көбейтіндісін дұрыс есептейді, ықтималдық формулаларын дұрыс қолданады, үшбұрыш ауданының максималды мәнін анықтайды, жаңағы 3х-ті дұрыс табады, берілген санды қатынастарды тексереді, тригонометриялық теңдеуді интервалда шешеді, жасыл шаралу ықтималдығын дұрыс есептейді, функцияның экстремум нүктелерін табады, тік төртбұрыш ауданының максималды мәнін есептейді, биіктікті формула арқылы анықтайды, сызықтық теңдеулер жүйесін дұрыс шешеді, бөлшектерді ықшамдайды, депозиттің 3 жылдық өсімін дұрыс есептейді, пирамиданың көлемін формула арқылы анықтайды, логарифмдік теңдеудің шешімін дұрыс табады. Құрметті әріптестер, менің жаңағы авторлық бағдарламам осында 2 бөлімнен тұрады, яғни теориялық бөлімі, сонымен қатар оқушы дәптерінен тұрады. Сұрақтарыңыз болса. Және 34 сағатқа КМЖ құрастырылған, сонымен қатар пайдаланылған әдебиеттер барлығы бар. Мен аяқтадым. Сұрақтарыңыз болса, қоя қойыңыздар. Рахмет. Рахмет, әріптестер. Құрметті әріптестер, біздің осы 4 облыстың педагог шебер ұстаздары өздерінің үлкен автор жұмыс, бұл яғни еңбектері, сіздердің алдарыңызда өздерінің іс тәжірибелерімен бөлісіп отыр. Көріп отырсыздар, жұмыс әр бағытта жасалған. 9 сыныптікі, жоғарғы курс сыныптарға арналған элективті курстар, жұмыс дәптерлерімен таныстырып жатыр. Жұмыс істейтін көлемді жұмыс, ол бір күнде біте қалатын жұмыс емес, көріп жатсыздар. Өздеріңіздің іс тәжірибелерімен бөліскенін, осы жұмыстарды сіздер алып, өздеріңіздің мектептеріңізде, оқушыларыңызда элективті курс болған уақытта осы авторлық бағдарламада алып қолдануларыңызға болады. Жаңадан қосылған әріптестер болса, өздеріңіз түсініп отқан боларсыздар. Мына авторлық бағдарламаларды педагог шебер яғни санатын бекіткен кезде, немесе өткен кезде осы авторлық бағдарламаларды тарату керек болды. Сондықтан да осындай біздер онлайн семинарды ұйымдастырып отырық. Көптеген жақсы мағлұматтарды өзімізге алдық. Бізбен тәжірибелермен бөліскен әріптестерімізге көп рахмет. Енді осы жұмыстарыңызды сіздер қазір PDF-қа айналдырмаған шығарсыздар, да? PDF-қа айналдырып біздерге беріп, біздер сосын мұғалімдерімізге, ұстаздарымызға таратамыз. Жаңағы конкурстарымыз сұрап жатырған мұғалімдер болды. Ертең тағы да шығады олар. Қазір Микрофон дұрыс сабақта отырып сұрақтарын қоя алмай жатқан шығар енді.
біздер PDF түрінде берсеңіздер, сұраған ұстаз мұғалімдерге таратамыз. Сұрақтарыңыз бар ма тағы да? Олай болса, сұрақтарыңыз жоқ болса, өздерінің тәжірибелерін бөліскен ұстаздарға көп рахмет. Сіздерде сілтеме бар, бағдарламасы бар, хат бар, портфолиоларыңызға салуға. Енді жаңа сөйлеген сөздеріңізде бәріңізде скрин жасап алған шығарсыздар. Соны да салуға болады портфолиоға. Болашақта тағы да бұл біріншісі емес, соңы емес, тағы да ұйымдастырамыз. Егер де өздерінің іс тәжірибесімен бөлісемін деген мұғалімдер болса, біздерге алдын ала ескертіп қою керек. Сосын осындай семинарларды ұйымдастырамыз. Рахмет көп. Сізге де үлкен рахмет. Өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, ойларыңыз болса айтуға болады. Сізге де үлкен рахмет. Бүгінгі онлайн семинар ұйымдастырып отырған модератор Гүлсара Бақсейківна үлкен рахметімді айтамын. Осындай біздердің еңбегімізді ортаға салып, авторлық бағдарламаны қорғауға, ұсынуға мүмкіндік жасағаныңызға үлкен рахмет айтамын. Әріптестеріме шығармашылық табыс тілеймін. Сізге де барлығыңызға да денсаулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Мен бірінші болып сөйлеп кеттім, сәл қиындау болды, бірақ та әріптестердің авторлық бағдарламаларын бастан аяқ қарап тыңдап отырдым. Біздің бағдарлама, менің өзімнің авторлық бағдарламам, бұл жаңадан құрастырылған бағдарлама, қалаға, облысқа ұсынып отырмын. Осы бағдарламаны жазу үшін мен авторлық курсынан өттім. Авторлық бағдарламаны қалай жазуға болады деген республикалық. Одан кейін бүгінгі мына әріптестерімнің 2018 жылдан бері қолданылып жүрген қолданыстағы бағдарламаларын көріп, міне өзіме көп ой тәжірибе алмасып отырмын. Өзіме қажетті заттарды алып отырмын. Өзімнің бағдарламамды қарап салыстыра білдім. Сіздерге бәріңізге үлкен рахмет. Әсіресе модератора Гүлсара Бақсейківна, сізге үлкен рахмет. Рахмет. Сіздерге де сәттілік. Шығармашылық табыс тілеймін баршаңызға. Көп рахмет айтамыз. Жұмысыңыз алға жүре берсін. Сіз шынымен де мына біздің республиканың түкпір-түкпірінен осыншама мұғалімдерімізді, біздің әріптестеріміздің басын қосып, осындай әркім өзінің деген жаңа жасаған іс тәжірибесін таратуына үлкен мүмкіндік беріп жатсыз. Қала берді одан әрі ертең өздерінің санаттарын көтеруге ол үлкен жаңағы септігін тигізеді дейміз. Деніңізге саулық. Жұмысыңыз алға жүре берсін. Көп рахмет сізге. Барлықтарыңызға қуаныштымыз сіздермен танысып, осы жерде жұмыстарыңызбен танысып отырғанымызға. Әріптестер, жұмыстарыңыз жүре берсін. Қуаныштымыз танысқанымызға бәріңізді. Яғни төрт облыстың ұстаздары, педагог шеберлері басып қосып, өзіміздің тәжірибелерімізбен яғни танысып, бөлістік. Рахмет сіздерге көп. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Елінде бір жақсы шәкірттеріңіз тәрбиелене берсін. Бірінші денсаулық. Жұмыс яғни тек биіктен көріне беріңіздер. Шығармашылық табыс тілеймін сіздерге. Рахмет. Осымен біздер жұмысымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.